3,5 миллион елге қарыз болған ғой. Қаншаға жүргізесіз бір тойда? Ақша берсең көп жұмыс істемейді. Арақ берсең ақ істейді. Тұрсынбек Қабатов, Есенел екен. Тұрсынбек ренжіп қалмай ма? Сіздің басыңызға біреу қару тақады дейді, сол қаншалық дұрыс? Ондай болды. Қайырлы таң, қайырлы кеш, қайырлы күн, қай уақытта көрсеңіздер ыңғайлы бағдарлама, сөз жобасы. Просто ерекше бастайық деп жатырмыз. Өте ерекше басталды деп ойлаймын. Енді бұны кім қай кезде көрсе де өзіне ыңғайлы болады, енді ыңғайлы уақытта көре беруге болады. Кез келген уақытта көруге болады бұл сұхбатты. Жаңа тамақ ішіп отырып көруге болады, тамақ істеп атып көруге болады, көлікке отырып көруге болады, машинаның ішінде орнып жатқызып көруге болады. Ыңғайлы ғой енді. Ең бастысы көрсеңіздерші осы. Қай кезде көрсеңіздер де болады. Бұл сөз жобасы. Ендеше біз бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Мейіржан Алтыбаев. Айтпақшы, лайк, комментарий жазыңыздар. Қазіргі заманның қайыршыларымыз біз. Жақсы, қош келдіңіз. Жалпы қазіргі таңда Мейіржан Алтыбаев не істеп жүр? Жалпы қазіргі таңда сол өзің айтып өткендей театрдамыз, Әзіл әлем театрында, Астана қаласында. Енді ол жақта біз барып келіп жұмыс жасағандықтан негізгі жұмысымыз той саласы болып табылады. Тойда қызмет атқарамыз, елдің көңілін көтереміз. Енді істеп жүрген ісіміз сол. Енді Алла маңдайға жазған сол шығар. Сол жолмен жүрміз бақ. Ауыл, қала? Ауыл мен таңдауым. Ауыл өстік. Ауыл жақсы көремін өз басым. Семей, Нұр-Сұлтан? Семей. Семей, Алматы? Семей. Сахна, тойхана? Сахна. Өзіме алмайды, сахнада жүрген. Той, демек, тойханадан сахнаны биік қоясыз, биік қоям, ол жерден маған өте ұнайды өзіме. Сахна дейтін таза жер ғой, шыны керек. Өйткені сахнаға шыққанда келіп отырған көрермен сенің өнеріңді бағалап келеді. Ал тойда келген қонақ ол той иесін сыйлап келеді. Ол жерде біз той иесі үшін қызмет атқарамыз. Алып отырған ақшамызды, еңбегімізді ақталсын деп жұмыс атқарамыз да. Ал сахнада өзіміздің өмір бақи еңбегіміз осы елге пайда берсін деп жұмыс жасаймыз. Ерекшелік сонда деп ойлаймын. Тұрсынбек Қабатов, Есенел екен. Тұрсынбек ренжіп қалмай ма? Талап қой. Талап, ол кім талап? Әкем ғой. Әкеңіз бе? Демек, әкеңіз. Білмеймін, Тұрсынбек Қабатов, Есенел екен деп бәрі бөліп жатады. Маған екеуі де бір кісі. Біреу колледждегі ұстазым болса, екінші универдегі ұстазым сияқты. Демек, университеттегі Тұрсынбек Қабатов болып тұр ғой. Сіз кім қалай ойлайды? Білмеймін, маған солай көрінеді. Өйткені сіз бірінші колледжді бітірдіңіз де, одан кейін барып университетке кеттіңіз. Кейбіреулер бар ғой, университетте оқып жүріп, бірақ қайтадан колледжден бастағысы келеді. Жоқ, сіз колледжда оқып жүріп, негізінде университетке барып келіп жүрдіңіз, көңіл ашардың кезінде. Иә. Демек, бірақ мен ондай сұранып барып келіп жүрдім. Бөлініп жарылмайтысыз ғой. Жазып, осындай жібере аласыз ба деп. Карантин кезінде пандемия қылышын сүйреп келген кезде Қазақстанға той кішкене тұралап қалды. Жалғыз қылышпен емес, найза қалған бірақ келді. Вообще отрядмен танкісін қойып. Былай болды ғой енді. Карантин 2019 жылы 12 наурыз күні біз гастроль сапар, ылғи наурызда біз гастроль сапарға шығамыз Қазақстанның барлық қалаларын Әзіл әлем театрымен. 12 наурыз күні біз Ақтөбеде концерт беруіміз керек болған. Сол Ақтөбеге концертке келгенде бізге барлық қалалар жабады, концерт болмайды, шектеу қойылып жатыр деп. Біз сенген жоқпыз шын айтайық. Сөйтіп 12-сі біз қайтарды, Ақтаудан Астанаға 13-і келдік. 13-і Астанаға келгенде бізге тиісіз қалалардың өтіп алыңдар, пост қойғалы жатыр деді ғой. Әлі дұрыс сенген жоқпыз. Болмайды, ол не нәрсе, пост деген, блог пост дейді, вообще немене түсінген жоқ. Сөйтіп 14 Семейге барып, ауылға қайт деді ғой. Семей жап қалып жатыр деді ғой. Блог пост. Сөйтіп 14 ауылға қайттым, 15 ауылға бардым. Ауылға барсам, халықтың бәрі жаңағыдай ажиотаж басталып кеткен. Коронавирус, ол коронавирус бір адамға жұқса, бір адам бір сағаттың ішінде 2 адамға жұқсады, 2 адам 2 сағаттың ішінде есептеп саған. Бір күнде 24 адамға жұқтырады, 24 адам 301 адам кәдімгідей ажиотаж болып отыр да, халық деген кәдімгідей. Сол ауылға барсам, ауылдағы адамдар менен қорқады ғой. Қаладан келді. Как будто мен сол ауылға коронавирус алып келген сияқты. Бүйтіп көшедегі кетіп, бәке ассалаумағалейкум десем, андай есік алдына шығып, уағалейкумассалам деп қайтадан кіріп кетеді да, амандаспайды да. Өзімді ыңғайсыз сезініп жүрмін. Сөйтіп бір жұмадан кейін ақырын амандаса бастады ғой.
Қасенбаев Айдос дейтін ағамыз бар Абайда, Қайсар дейтін ағам бар. Солар енді ең бірінші болып Абайдың жігіттерінің басын қосып, жаңағы больницаларға не тасты, аппараттар жаңағы демалу үшін ИВЛ аппарат. Айдостың үйінде дәрі таратты, жаңағы парацетамол, аспирин таратты. Өзі айтып жатыр да маған, мейіржан бір жеріңе қосып жіберші осыны деп. Сөйтіп парацетамол, аспирин таратқан. Үйіне звондаған ғой бір кісі. Алло, ассалаумағалейкум. Жаңа апай қойдым. Алло, сәлеметсіз ба? Иә. Бұл Қасенбаев Айдостың үйі ма деп. Иә, қайда. Аспирин бар ма деген ғой. Аспирин бітіп қалды, бізде парацетамол бар депті. Жо, маған аспирин керек еді деп. Аспирин мен парацетамол енді орнын ауыстырып іше беруге болады деп. Жоқ, біз огурцы жауып отыр едік соған. Аспирин салу керек деп. Ана айтады да маған, мейіржан қараш дейді. Біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы деген рас қой деп. Карантин кезінде шыны керек сондай қызықтар көп болды. Основной жұмысымыз енді той саласы ғой. Тойда қызмет атқарамыз. Тойға бір адаммен келіссек, алдын ала жаңағы задатығын аламыз. Келісім шарт, енді алдын ала 50 мың аударып жүреді, 70 мың аударып жүреді. Ол кісі де алаңдамайды, біз де алаңдамаймыз. Сөйтіп мен июль, август, сентябрьға 70 той алғам. 70 той. Енді ортақ есеппен 50 мыңнан деп есептесек, 3,5 миллион елге қарыз болған ғой. Ойлашы. 10 жуық. Ана жаңағы 50 мың аударып жүреді. Бір достармен отырасың, тамақ іше саласың, ана бір ақша аударып жүреді, бірдеме сатып аласың. Жол. Как будто біреудің ақшасы сияқты жұмсайсың да. Каспий шыққан солай болды ғой. Біреудің 3,5 миллион қайда кетіп қалғанын білмеймін ғой. Бірге ресторандар жабылды деді ғой. Не может быть деді ғой. Біз ресторан, ойлашы, қазақтың тойы тоқтау деген ешкім түсіне кірген жоқ қой. Той саласында жүргендер талай ана кредитке машина алып салған, үй алып салған, үй тамада болып жүргендер таксовать етіп жүр. Түсінбей жатырмыз ғой. Не болып жатқанын түсінбейсің. Сосын бір ай өткеннен кейін ақыры кісілер звондай бастады. Балам, той отказ болмайтын болып жатыр. Сен ақшамызды аударасың ба? Ана апайымыз ауырып еді, соның дәрі-дәрмегіне керек деген. Уже андай жалықтар кете бастады ғой ше. Как будто соның бәріне өзің кінәлі сияқтысың. Енді ол кезде той басталатын кезде, тойға келісетін кезде әкем көкем болып сөйлесті. Ой, мейіржан, сені біз жақсы көреміз деп. Еще ана таныспен келгендер бар. Бико біраз түсіріп берсе, ағам еді. Сондайлар бірінші звондады ғой, қайтармайсың ба деп ше. Адамдар өзгере салды, иә? Өзгеретті. Сөйтіп не істеймін? Қайтарайын, құрсын не істеймін? Қайтарам дедім де, машинамды сатам. Машинам 6 миллион 200 ба? 5 миллион 800 кеттім. 6 миллион ортақ есеппен 6 миллион өткіздім. Әлі 6,5 миллион өткіздім ба? Сөйттім. Машинасында тойдың жаңағы задалықтарын қайтару үшін саттыңыз, иә? Саттым, иә. Саттым, машинамды саттым. 3,5 миллион теңге жаңағы халықтың қайтардым ақшаларын. Сұраған кейбір кісілер болды. Бауырым, Құдай қаласа ашылады ғой, тағы бір қуанышымызды жүргізіп бересің, сол кезде есептесеміз дейтін кісілер болды. Ондай кісілер жаман жақсы көріп кетеді екенсің андай кезде. Сөйтіп ақшасын қайтарып, 3,5 миллион теңге бәрін қайтардым. Қалған ақшаны не істеймін? Қалада жұмыс жоқ. Таксовать етейін десем машина жоқ деген сияқты ғой. Неме істеймін қалада? Ауылға қайтайын. Сөйтіп мотоцикл сатып алдым. Мотоцикл сатып алдым 250 мың теңгеге. Сөйтіп қалғанына мал алдым. Сөйтіп ауылға кеттім. 532 болды. Дәл солай болды ғой. Ауылға кеттім ғой. Мал бақтым. Шын айтайын, мен бір таң қалатым ауылға барып, қожалықта мал баққаннан кейін, мал бағатын адам жоқ екен де. Ауылдың адамдарына страшно таң қалдым да. Ақша жоқ дейді, жылай береді, жұмыс істемейді де. Қазір ақша берсең, көп жұмыс істемейді. Арақ берсең ақ істейді де. Мен ондай істеткім келмейді, біреуге арақ беріп жұмыс істеткізіп. Рас, соған кәдімгі іштей күйіндім де. Неге бұлай адам санасы қалай төмендеп кеткен ба? Түсінбедім ше. Барып өзім, жаңа малшылар жұмыс істейді, айына зарплатасын бересің. Бірақ арасында өзің барып, обязательно көмектесуің керексің ғой. Сен анандай жоқ, сен ақша төлеп жатсың, сен мынау мал, сен қарамайды ол саған. Тағы да бір сауалға кетсем, енді көптің көкейінде жүрген сұрақ деуге болатын шығар. Енді білесіз, қазақ біреудің ақшасын санағанды жақсы көреді. Енді біреуден естиміз, Мейіржан Алтыбаев тойды 300 мыңға жүргізеді, біреу 400 мың дейді, $1000 дейді кейбіреулер. Қаншаға жүргізесіз бір тойды? Неме жасырам, шет жаққа $1000-ға, қалған ішінде 300 мыңға
жүргіземін. Енді 30 жылдыққа байланысты енді білесіз, көптеген марапаттау, ерен еңбегі үшін деген сыйлықтар тағайындалып жатыр қаншама. Игерілмеген ақшаға ма? Жоқ, жалпы енді өткенде шықты ғой списогі. 1,5 миллиард қаражат кеткенде де медальдарға. Игерілмеген ақша бәріне медаль алды деп отырды ғой. Жалпы сондай бір марапаттар көріп жатыр енді, лауазымды тұлғалар, біз танитын, сіз танитын. Енді өзіңіз осы 30 жылдықта қандай алғысқа бөлендіңіз, немесе марапатқа мұқтажсыз ба? Қандай марапат алдыңыз жалпы? Жоқ, мен марапатқа мұқтаж емеспін, марапат алатын жаста емеспін, марапат алатындай елге әлі ондай керемет қызмет еткен жоқпын. Мен төсбелгім мен халықтың батасы. Сол менің төсбелгім әзірге. Даже 2 қасқыр жіберсе керек қой. 2 қасқыр кетеді, халықтың батасы деген. Халқым аман болыңыздар. Сіздің басыңызға біреу қару тақады дейді, сол қаншалық дұрыс? Ол енді ондай болды. Короче, сәлет қыңыз айтамын, КВН-ға сахнаға шықсам, артынан Асхат келіп пистолет тақады. Енді қазір білесіз, өзіңіз шамалас, жалпы біз шамалас адамдардың барлығы басқа қалаға қоныс аударып жатыр. Сондай бір кезең болып жатыр қаламызда. Сіз неге Семейдесіз? Кетейін деп отырмын. Қашан? Ертең. Сіз неге Семейдесіз дейсіз ба? Білмеймін, Семей жаңағыдай комфорт деуші ме еді? Зона комфорт дейді ғой. Сондай болып кеткен сияқты меніңше. Өзгеріс керек, негізі кету керек. Өзім негізі Алматыны шыны керек біраз жақсы көремін, ұнатамын. Табиғатқа жақын дейсіз ғой. Орта бар, бір қалыптасқан. Семейде білмеймін, өзім үйімде жүргенде жүрем. Алматы бір нағашылардың үйі сияқты. Барсаң бәрі күшті қарса болады. Сені еркелетеді о жақта. Бәрі бірақ біреудің баласысың сенде. Нұрсұлтан қаласы қандай болып көрінеді? Нұрсұлтан қайын жұрт сияқты. Жайдарманда жиі барып жүрдіңіздер ғой, чемпион болдыңыздар сол қалада. Нұрсұлтан қайын жұрт сияқты ғой. Әдемі, қызыңды алғансың. Бірақ туысқандық жағынан саған суық десекше. Енді бағдарлама соңында дәстүрлі сауалымыз бар. Бізді көріп отырған сүйікті оқырмандарымызға, көрермендеріңізге айтар бір ауыз сөзіңіз. Лайк басыңыздар десекше. Бұл сөз өте тамаша, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Одан өзге азаматтық позицияңызбен айтар бір ауыз сөзіңіз. Мейіржан Алтыбаев не дер екен деп. Адам болып келгеннен кейін адам болып қалайықшы бәріміз. Осы сөз, Ендеше, құрметті достар, көрермендер, Мейіржан Алтыбаевтан бір ауыз сөз, адам болып өмірге келгеннен кейін адам болып қалайықшы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Адамдар.